мотивационный сөздер айтамын. Стористі до конца тыңда. Бірдегі басыңа келмейтіндей, ешқашан қиналмайтындай стористі өтіп кетпе. Өмір болғандықтан ақ пен қара бірге жүреді. Өмірде өте керемет сәттер болады, онымен қатар Алланың берген сынақтары болады. Осы стористарым саған мотивация болады да, құламауға, құласаң да тұрып, одан сайын мықты болуға, күресуге. Сондықтан реакцияңды басып, дайректке хат жазып, осы стористарымды тыңда. Өмірде сынақ келген кезде тығырыққа тіреліп қалғандай, басқа жол жоқ сияқты. Мына күнделікті сол бір қиыншылықтар қайтып айналып келіп атқандай сезім болады сенде. Как будто уақыт өтпей, минуттар жылжымай, секундтар өтпей, күндер өтпей кеткендей болады. Қатты қиын болады. Но каждый сынақтың артынан жақсылық болады. Сол сынақты жақсылап өтсең. Ал мен саған кеңес беремін. Сынақты, любой сынақты күліп, ойнап, билеп қарсы ал. Сораңды ағызып, мяулап, жертва рөліне кіріп, деп қарсы алатын болсаң, бұл сынақтар бітпейді. И оны өту невозможно болады, өте қиын болады. Сол үшін позитивпен қарсы ал, любой сынақты. Ал әрбір сынақ адамды мықты қылу үшін келеді да, негізінде. Просто содан сен өту керексің. Өтпесең тығырыққа тірелесің. Не ары емес, не бері емес. Түсініп отырсың ба? Ал тығырыққа тіреліп қалу, депрессия, күйзеліс дейміз ғой. Ол өте қиын кезең. Сен үшін сені таптап тастайды. Өшіріп тастайды. И бір қиыншылықтан шыға алмай екіншісі келеді. И біріншісіне өте алмай атсын, үшіншісі келеді. Төртіншісі. Так и далее. Түсініп отырсың ба? Сондықтан да сен әрбір сынақты күліп, ойнап, билеп, мықты энергиямен қарсы алу керексің. И сальто айналып өту керексің. Бүйтіп отырып ше. Өз өміріңді өзгенікімен салыстырма. Әр адамның өзінің тарихы, өзінің историясы болады. Әр адамның өзінің сынағы, өзінің бақыты, өзінің кезеңі болады. Біреу гүл алды, біреу бірдеме ашып атыр, біреу жетіп атыр, неге менде мұндай, анада неге андай деген бос сөзді қойыңдар. Өйткені бұндай сөздерді ылаң қатындар айтады, мяулаған, жертвалар айтады. Сен деп аңырап отырған кезде сен сынағыңнан өтіп жатқан жоқсың, сен әрекет жасап жатқан жоқсың. Сен одан сайын боқтыққа кіріп атырсың. Түсініп отырсың ба? Сондықтан да мяулаған қаншықтар жастарыңды былай сүртіңдер де тұрыңдар. Өлудің қажет жоқ. Өмір бітті, не істеймін? Барлығы да өз қолыңда. Қандай қадам жасайсың, соған байланысты сен өтесің. Мені танымайтындар ойлайды, алтын қасықпен туылған, бітіп қалған ақ саусақ деп. Но я просто не жалуюсь. Мен просто жыламаймын, отырып алып, аңырамаймын. Мен просто жертва рөліне кіріп отырмаймын, күтіп бір нәрсені. Мен тыпырлап тұра берем құлаған сайын. Недавно ғана бір өліп, бір тірілдім. Өздерің білесіңдер. Қатты оңай болған жоқ, қиын болды. Мен бірақ мына жерде өзімнің еңсемді көтере отыра, сендердікін түсіргім келген жоқ. Мен капельницада жатырмын, мен мына жақта жүрмін, мен ана жерде, мен өлейін деп жатырмын, анализдерім жаман, сатурациям төмен, мен бүйтіп жатырмын, что жоқ. Я просто сторис салдым, что я реально болею, мен контент, не до контента мне деп ше, мен сторисқа шыға алмай жатырмын деп. Ерекше балам бар. Әлі дұрыс сөйлей алмайды, қолын дұрыс
жаңағы ұстай алмайды, аяғын дұрыс баса алмайды. Но мен отырған жоқпын, біреумен өзім салыстырып, ананың баласы неге мынандай, менікім неге мынандай, о Құдай, неге маған бұндай сынақ бердің, деп ше. Маған қарасаң бір проблемасы жоқ қаншық сияқтымын, иә? Дұрыс па? Арбаңдап отырған. Жоқ, менде дохуя проблемаларым тоже жетіп жатыр. Но мен оны красиво өтіп жатырмын. Красиво. Түсініп отырсың ба? Мияуламай. Недавно әкем пышаққа түсті. Өйткені жүрегі үлкен болып кеткен. Ты думаешь, мне не больно было? Мне пиздец больно было. Просто нет слов, сөзбен айтып жеткізе алмаймын бар ғой. И өлет әкең деді. Либо тірі қалады, бір Құдай біледі деді. Тақымымды қысып, құламай, еңсемді тік көтердім. Ернім көкпенбек болып, қолдарым көкпенбек болып, ауа жетпей, жаңа қатты қиналған кезімде, скорый, енді адам қиналғанда, жаны қиналғанда скорый шақырады ғой. Скорый больницаға апарады. А больницада мені там так мотали меня, шешіндіріп тастап. Мен реально голая жаттым да былайша, потому что мен еңсемді көтере алмай жаттым. Сол кезде жаңағыдай медсестралар деп жаңағы көтіме саусағын тығып, қан қаяқтан кетіп жатыр екен деп ше. Это было так унизительно, мерзко, честно. Көкірегім бәрі салбырап жатыр. Мен тірі өлік болып жатырдым. Тамырымды жарып тастаған, не тамырымды таппайды. Ана жақтан каталкамен мынаяққа сүйрейді, мынаяққа бүйтеді. Тірі өлікке эксперимент қойып отырған сияқты. Ондай күйді мен көрдім, иә. Өте қиын кезеңдер болды, и сынақтар әлі де былай болуда. Балаларым бірінен соң бірі больницада жатып. Айта берсең көп қой. Девочки, не айтқым келеді, бұл өмір. Өмір сонысымен қызық. Но мен отырған жоқпын. Құр қол, аңырап, неге анада анандай, неге менде мынандай деп ше. Мен тек қуанамын. Алланың сүйікті құлы екеніме, өйткені сынақты Алла тағала өзінің сүйікті құлдарына береді. Көз назарында болып жүреді. Сондықтан да отырып алып аңырау, еңіреу жаңа жерде. Мен біттім, мен құладым. Сорын болсаң, сілімтік болсаң, маңқа болсаң, жылай беретін жаңа ше. Жертва болсаң, жүресің. Елге қызығып, елді көре алмай, не өзің тұра алмай, бір іске жете алмай, мақсатыңа жете алмай. Өміріңде қандай кезең болмасын, жақсы өт онышы, әдемі өт. Алла тағала беріп отырған бақытты да, байлықты да, көтере біл. Және сынақты да көтере біл. Не только жаңағы сынақты көтере алмай жатыр, біреулер байлықты, бақытты көтере алмай жатады. Қолындағы барын мынау саусақтың арасынан былай өткізіп алады ғой. Берді Алла тағала. Соның өзін көтере алмайшы. Солай. Қатты бақытты болып жүрсің бе? Байлық бар, береке бар, бақ бар. Оның қадірін біл, және көтере біл оны. Ал сынақ келіп жатыр ма? Достойны басыңды тік ұстап, әдемі бимен өт. Өйткені әрбір адамның басында ақ пен қара тең жүреді. Менің бір даналығым, ешқашан өз өмірімді өзге адамдыкімен салыстырмаймын. Өзімнің күйеуімді өзге еркекпен салыстырмайды екенмін. Түсініп отырсың ба, о чем я? Жаңағы айтып отырмын ғой, байлықты да көтере біреу жетіп жатса, еще больше тоймай кетеді, тойымсыз болып кетеді, өзгеге қызығып, сосын шалыс басады қадамын. Осы жерде қателік кетеді да. Неге сен өзгенің өмірімен өзіңдікін салыстырасың? Немесе біреудің байымен салыстырып, анаған анандай гүлдер беріп жатыр, неге маған бермейсің? Ананың махаббаты андай, видеода мынандай, мынау сондай деген жоқ. Маған қызық емес кімдікі қалай. Вообще не интересно. Өйткені менің өзімнің миым бар, өз еркегімнің махаббатын. Өйткені мен өз ер азаматымның махаббатын іс әрекеті арқылы білемін. Айттым ғой, папам қатты ауырып, жаңағы операцияға
Ташкентке алып кетті да, менің күйеуім алып кетіп, әрбір врачқа тексертіп, қасында болып, жаңағы жерде от үйде жанында жүрді ғой, баласы сияқты. Түсініп отырсың ба? Осы мен үшін деңгей, үлкен махаббаттың деңгейі да. Ани мынандай гүл, бірдеме, там, бір сақина, бір бәле емес. Вот. Егер сенің еркегің махаббатын өзінің іс-әрекетімен көрсетіп жатырса, сен өзгенің миллион гүліне беріп жатырған ана бояу картинкаларына немене қызығып отырсың. Осы мен миыма кірмейді. Жап-жақсы ер азаматтарын жаңағыдай байқамайды. Жап-жақсы еркектерінің қадірін білмейді, махаббатын түсінбейді. Жап-жақсы тұрып отырған үйінің қадірін білмейді. Она хочет все больше и больше, сразу, сходу, топета қалғысы келеді, алтын қасықпен бүйтіп жаңағыдай бола қалғысы келеді, әппақ осындай жылтырақ үйде тұра қалғысы келеді. Айналайын жаным-ау. Оған жету үшін сен достойно өзіңнің сынақтарыңнан өтіп, жаңағы барлығынан өтіп, жеңіп барып жетесің ғой. Маған бір адамды әкеп беріңдерші, сынақсыз балқып жүрген. Жоқ ондай адам. Түсініп отырсыңдар ма? Жоқ. Ал көрсетіп отырған картинасы ол Instagram контент. Ол Reels, да? Егер сен интернеттен көріп жүрсең ол адамды, былай көріп жүрген болсаң, ол саған айтпайды. Не болып жатырған, қалай болып жатырған. Но әр адам әртүрлі сыналады. Енді біреуі енесімен, қақпас, маза бермейді, тиісіп қанды ішеді деп жаңағы қайын сіңілдері, қайын әпкелері бірдемелермен сыналып жатса, біреу байымен сыналып жатады да. Сөз ұқпайды, маған бұлай сөйлейді, бүйтеді, сөйтеді деген сияқты біреу бала шағасымен сыналады. Балам ауырып жатыр, бүйтіп жатыр деген сияқты біреу ақшамен сыналады. Енді жоқ та, енді екі жақтан жұмыс істейді, жетпейді деген сияқты біреу қарызбен сыналады. Өзі не көрінген бір бәлелерге ақшаны тығып, үйде еркегі берекесін әкеп жатса, мынау бар ғой, анаған ақша салып, мынандай бірдеме қарызға алып, тығып тастайды да. Деп отырады. Сосын біреу денсаулықпен сыналады да. Қарым-қатынаспен сыналып жатқандар. Қарым-қатынас. Яғни енесі, байы, жұмыстағы коллегалар, я не знаю. Бұл жерден қалай өткенің өзіңе байланысты. Айналайын-ау, ана енеңді жау көріп, ойбай деп, онымен алысқанша, оны жақсылап танысайшы, қандай адам, қандай подход жасау керек деген сияқты. Қалай сөйлеу керексің сен? Ерексіп, жек көріп, зачем? Не керегі бар? Бөлек шыққың келеді ма, план құр. Қалай әдемі бөлек шығуға болады? Ақ батасын алып та. Возможно ма? Возможно. Смотря қандай ене сеніңкі. Оның подходы бар. Жылы сөйлесең, жылан іннен шығады. Айыңмен қарым-қатынас. Смотря не істеді? Ұрып жатыр ма, соғып жатыр ма, қызғанып жатыр ма, жаңағы. Ол жерде енді мен білмеймін кімде қандай жаңағы сынақ болып жатыр. Байымен сөйлес, тіке жеке шекараңды көрсет, айт, аттатпа ол шекарадан. Аттап қоймайды ма, ұрып, жұлқып, сілкіп жаңағы жерде. Болмай жатыр ма? Оны кішкентай бала сияқты сүйреудің қажет жоқ. Сен жаңағыдай груша емессің, сені ұрып төкпештейтін. Сен тірі жансың, сен адамсың. Сен өз қадірің бірінші өзің біл, сол кезде өзге сенің қадіріңді біледі. Ажырасу, ажыраспау, сенде выбор. Түсініп отырсың ба? Измена дейді, тоже. Сен кешіру, қалу, сенде таңдау, немесе ажырасу. Изменаға келетін болсақ, ол жерде кету, немесе қалу, ол таңдау сенде. Кетесің, ажырасасың. Подушка безопасность бар болса.
қорықпасаң, өзіңді бағаласаң, иә, мен шыдамаймын бұндай қарым-қатынасқа, сен кетесің. Жоқ, менің көтімде көктейінім жоқ, әке-шеше мені қабылдамайды, мен қорқамын дейтін болсаң, кешіресің, көтіңді қысып қаласың. Бұл теманы қайта-қайта ашпайсың. Потому что сен кешірдің. Болды, сен кешіріп қойдың, көтіңді қыс. Қайта-қайта қырпақтаудың қажет жоқ. Ал кешірмедің бе, кет. Да? Рисковать етіп кет. Нөлден тұруға дайын бол аяқтан. Ерекше баламен сыналсаң, қабылдау. Иә, менде осындай бала. Мен қабылдаймын. Иә, мен өзгенің балаларымен салыстырмаймын. Және мен оның аяғынан тік тұруына себепкер боламын. Күйеуім екеуміз барынша тырысып осы баланы қатарына қосамыз. Қоса алмай қалсақ, бұл бала менің ішімнен шыққан бала. Бұл біздің бала, бұл бізбен болады. Ал қатарына қоссақ, бәрекелді. Бұл жерде қайғырып отырудың қажеті жоқ. Я білем, қиын, оңай болады деп саған ешкім айтқан жоқ. Просто қабылдау, тік тұрып өту осындай сынақтан. Енді жоқшылық мәселесі ақшая. Осы сынаққа келетін болсақ, егер сенің ер азаматың жақсы, иә, ол тырысып жүр, талпынып жүр, иә, бірдемеден бірдеме шығарғысы келеді, талпынады, поддержи его. Сен де бір жағынан жағдай көмектес. Екеуің бір-біріңе көмектесіңдер, бірге жұмыс жасаңдар. Возможность болмай жатыр ма, бала шағамен үйде отырсың ба? Үйде қаншама тіршілік істеуге болады баламен отырып. Өздерің үшін ол, иә? Екі адам пысық болу керек, айналайын жандарым. Екі адам. Түсінің бе? Поддержи его. Он тоже будет поддерживать тебя, понимаешь? Махаббатқа толы болғың келсе, махаббат бере біл. Тек сұрай бермей. Өзің де бер бірдеме. Түсінесің бе? Енді байына айтпай, қарызға кіріп кеткен сүмсік қатындар. Я вас, блядь, не понимаю. Что с вами не так? Маған жазасын дайрекке 5 миллион қарызбын, 2 миллион қарызбын, өлгім келеді. Көтіңді қысып жүрмедің бе? Нең бар қарызға кіріп? Біреу бірдеңе предлагать етсе, біреу бірдеңе предлагать етсе, деп ше, көтін қысшы, ақша жинасайшы. Лаққан бірдемелерге құртпай. Бір күнде байып кетем десе, соған сеніп, сетевой, питевой бірдемелерге әйтеуір қыртым-шыртымға ақша құртып жүресіңдер. Немесе байы әкеліп жатыр, бұл сыртым-пыртымға ақша құртады. Не керегі бар? Баспанаң жоқ басыңда. Қаямның басына керек саған анау. Болмайтын жылтыр-пылтырлар. Ішіп тышқаның ақша құртпай, жинай алмайсың ба? Үйде қатын болып сен жинай алмайсың ба? Байыңа бер ақша жинасын. Байың жинай алса. Бір үйде бір адам жинау керек. Екі адам екі жақтан шашса, ол үйде берекет те құтта дым болмайды. Сол сарайда өмір сүресіңдер. Ал барлығы тамаша, керемет болса, андай бір тупицалар болады, миына құрттарды кіргізіп алады да, менде слишком жақсы болып кетті әрі. Қай жақтан сынақ келіп қалады екен, көтің қысшы. Саған не сынақты ескертіп береміз ба? Қазір бәрі тамаша ма? Өміріңді сүр. Не надо бір жерден жамандықты күтіп отыруға. Қазір бәрі тамаша ма? Сенде шүкір Аллаға. Болды. Жарқырап, билеп, қарқылдап өміріңді сүр. Ештеңе етпейді. Бір жерден жамандықты күтіп отырудың қажеті жоқ. Күткен кезде береді ғой саған. Күте берсең. Не керегі бар? Бақыттысың ба? Жай қал. Сосын барып жаңағыдай құт пен береке, ақша келіп жатыр ма, бақыт келіп жатыр ма, ырыс келіп жатыр ма, соның бәрін ұстап қалуға тырыс. Шашпай. Ішу-тышу, ыру-дыру қылмай. Не керек оның бәрі? Майда үште. Лучше по-крупному жинаңдар. Бақытты да, берекенді де, ырысты да. Енді сөздің соңында, мотивация соңында тағы бірінші стористі еске түсірейін. Өмірде қандай жопа болмаса да, мен айттым ғой, билеп қарсал деп. Күліп қарсал, ойнап қарсал. Не айтқым келді мұны мен? Сынақтар болып жатырса да еңсеңді түсіріп, маңырап жылама. Әдемі өт. Потому что бұл кезеңнен сен әдемі өтетін болсаң, биіктей бересің, шыңға жете бересің. Түсінің бе? Биле, өлең айт, от души періс, байыңмен көбірек сүйіс, бір жерге шығыңдар. Сынақтар бола береді, олар бітпейді. Шығыңдар, билеңдер, иә? Екеуің бір-біріңе көңіл
бір-біріңе көңіл бөліңдер, бала-шағаларыңа көңіл бөліңдер. Сонымен қатар тап деп өте беріңдер. Бәрі керемет болады. Бәрі керемет болады, бірақ бірден керемет болмайды. Вот, осыны запоминаем. Всех люблю, я обожаю.